Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай алма мен жүзімнен өте дәмді шығатын компот жабатын боламыз. Ыдысымызға су құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Таза су құямыз. Жүзімдеріміздің барлығын жақсылап жуып, осылай сабағынан үзіп дайындап аламыз. Барлығын үзіп дайындап аламыз. Мен мына жерде біразын дайындап қойдым. Онан соң мен алма қосамын арасына. Алмаларымызды жақсылап жуып дайындап аламыз. Банкаға сиятын кішірек алмадан аламыз. Барлығын тап-таза етіп жақсылап жуып алатын боламыз. Жақсылап жуылған банкаларымызға жаңағы дайындаған алмаларымыздан салатын боламыз. 3-4-еуден салып шығамыз. Осылай барлығына салып шығамыз. Банкамызды жақсылап жусаңыздар жеткілікті, қайнатудың қажеті жоқ. Және де жүзімдерімізді салып шығамыз. Банкамызды жартыға жеткізбей салатын боламыз барлығын. Барлығына салып шықтым. Осындай банкамыз жартыға сәл жетпеуі керек. Мінекей біздің суымыз қайнап жатыр. Енді осыны банкаларға құямыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші жартыдан құйып шығамыз. Банкамыз бірдестен сынып кетпес үшін. Барлығына жарты құйып шықтым. Енді толтырамыз. Толғандардың бетін сразу крышкамен жауып қоямыз. Барлығына құйып алдым. Енді осыны 45 минут немесе 1 сағаттай уақытқа дәл осылай қалдырып қоямыз. Компоттарымыздың тұрғанына 1 сағат өтті. Енді крышкаларын алып, таза ыдысқа қоямыз. Сөйтеміз да осындай сүзіп алатын құрылғының көмегімен осылай банкамызға кигізіп, сүзіп алатын боламыз. Барлығын сүзіп аламыз, жаңағы қайнататын кастрюлемізге сүзіп аламыз. Алып, қайтадан крышкасын бетіне жауып қоямыз. Барлық банкамызды дәл осылай сүзіп алатын боламыз. Газымыздың астын жағып, суды қайнатуды ұмытпаймыз. Астын жағып қоямыз кастрюлеміздің. Енді компотымыздың суына осылай өз қалауларыңызша қант саласыздар. Мен әр 2 литр банкіге 250 грамм қант саламын. Қант қосу өз қалауларыңызша. Біреулер қатты тәттіні жақсы көреді, біреулер тәтті болмағанын қалайды. Сондықтан өз қалауларыңызша саласыздар қантты. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып қозғап тұрамыз. Біздің сиропымыз осылай қайнауы керек. 10 минут қайнатып банкаларымызға құямыз. Қайнап тұрған сиропымызды осылай ыстықты құямыз. Кастрюльдің астын өшірмеңіздер, сиропымыз қайнап тұру керек. Енді банкамызды осындай жапқыштың көмегімен жауып аламыз. Осылай барлығын жауып шығасыздар. Банкамызды жауып болғаннан кейін осылай бір тексеріп шығамыз. Дұрыс жабылды ма? Еш жерінен су ағып тұрмаса, яғни дұрыс жабылған деген сөз. Мінекей біздің компотымыз дайын. Барлығын дәл осылай жауып шығамыз.
келесі банкамызға да құямыз. Дәл жаңағыдай бұны да жауып аламыз. Мінекей біздің банкаларымыз дайын. Барлығын жауып болдым. Енді қысқа сақтап қоямыз. Дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.